бейне суретіңді қарап ғашық болдым қайта 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 қайта. Осы әнімді саған арнап шаршамаймын айта 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 айта. Барлықтарыңызға сәлем. Қазір біз осы әнді гитарада ойнап үйренеміз. Ең бірінші аккордтардан бастайық. Бұның аккордтары D, одан кейін E аккорд, и сосын А деген аккорд. Осы үш аккордтан ғана тұрады. Егер де оригинал ойнағыларың келсе, онда каподастырды үшінші латқа қоясыңдар, сосын ойнай бересіңдер. Егер каподастыр болмаса, мен айтқан аккордтарды мына жерде де каподастырсыз айта берсеңдер болады. Қазір мен сіздерге шумақтың бір 4-5 жолын айтатын боламын, түсінікті болу үшін, сосын қайырмасын үйренетін боламыз. Бастайық. Қалың қалай кішкентайым, тек өзіңсің күнімнен айым, күнімнен айым. Арамыз алыс болса да, болмасын тек ешбір уайым, ешбір уайым. Осылай кете береді сосын. Араға шықты, бізге мәселе емес, тағы шыңға шықтық бізге. Қысқасы шумағында біздер D аккордына және де E аккордына бір-бірден ойнаймыз қағысты. Қазір көрсетемін оны. Және одан кейін А деген аккордқа 2 рет ойнаймыз қағысты. Ал қағыс бізде мынандай. Былай болады. Төмен, жоғары көшкі, төмен, жоғары, жоғары, потом төмен, жоғары, төмен, жоғары. Қосқан кезде осылай болады. Я осыны мынаған қосасың. Одан кейін А аккордына барған кезде, А аккордын былай ұстасыңдар болады, мына шықшы саусақпен ұстасыңдар болады. Бұл жерде 2 рет ойнаймыз. Және қайырмасына келген кезде біздер қағысты 8-дікке өзгертеміз. 8-дік білмейтіндерге көрсетейін. Былай болады. Төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, 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 жоғары. Төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, 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 жоғары. Сосын былай. Қайырмасында да бір-бірден ойнаймыз. D мен E аккордтарына ал А аккордына 2 рет ойнаймыз. Былай болсында. Бейне суретіңді қарап ғашық болдым қайта 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 қайта. Осы әнімді саған арнап шаршамаймын айта 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 айта. Достар, осылайша бүгінгі разборымды мен аяқтаймын. Егер де ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетеміз. Барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңдар.